ұлттың үлкені, ұлттың ақсақалы ретінде, жан ашыры ретінде менің айтатын сөзім, менің жасым үлкен, барлық өз қазіргі жастардан. Менің істегенім көздерінің алдында. Мен айтпағанда кім айтады? Күнде көріп жүргеннен кейін бағасы болмайды ғой әр нәрсенің. Біздің жас ұрпақ оны біле бермейді. 90-шы жылдары пәтерлерді жылытатын жылы болмай суық үйде тұрды халық. Электр жүйесі аптасына бір-ақ рет берілетін жағдайға келдік. Жалақыға ақша жоқ, зейнетақыға ақша жоқ. Магазиннің сөрелерінің барлығы бос. Сондай жағдайдан біз бастадық. Бұл Қазақстан мемлекет бола алмайды. Енді мен талай естідім. Бола алмайсыңдар сендер. Қашан еш уақытта мемлекет болған жоқ деп. Дегенмен мысалы мемлекет құрылды. Ол мемлекетте дүние жүзі мақұлдады. Шегіндеген шекара болған жоқ Қазақстанда. 14,500 шақырым төңіректегі шекараның барлығын келіссөзбен бекітіп, Біріккен ұлттар ұйымына тапсырдық. Бұл шекараның 1-2 километр жері шешілмесе, ол ылғи төбелес соғыс. Оның барлығымен шешіп, шегендеп, келер ұрпаққа ол мәселені алып тастадым. Жастарға беретін ақылым, ең алдымен білім алуға тырысу керек. Мына өмір деген қиын, арандатуға ешқашан көнбеу керек. Барлығымыздың ойымыз елдің амандығы, жұрттың тыныштығы, Қазақстанымыздың тәуелсіздігі мәңгі болсын деп ойлауымыз керек. Сонда бәрі болады. И Россия, и Китай Богом данные соседи. Куда ты от них денешься? А раз так, мы должны строить добрые отношения и не поддаваться. Значит, у нас это воры и преступники, сбежавшие за границу, оттуда вещают. И өзінің елінде жаманшылық болса екен деп ойлайтын арамызға қалай адамның бүйрегі бұру керек, айтыңдаршы. Вот Қазақстанда жаман болсын, Қазақстан шуылдасын, Қазақстан бір-бірімен төбелессін, қырылыссын деп. Сондықтан ондай жауыздардың сөзін тыңдамау керек. Егерде елбасы мен халқы бірге болса, алмайтын қамал жоқ, шықпайтын төбе жоқ. Сондықтан бірге болу керек. Бір болғанда табысты боламыз, бір болғанда барлық жұмысымыз өнеді. Елдің игілігіне, Қазақстанның игілігіне. Еліміз мәңгі болсын.